Фактчекер сөздігін қала тұрғындарынан тағы да блиц сауалнама жүргізбек. Бүгін біз дезинформация сөзін халықтан сұрап көрмекпіз. Информация деген, мысалы бір жерге кірсең, олардың ережесін бұзуы мүмкінсің да. Сол мысалы дезинформацияға да жатады. Яғни алдын ала сен ол мағлұматтан хабарың жоқ. Және де жұмысқа барынса сондай. Бір мағлұматты білмесең, руководство мысалы саған айтпауы мүмкін. Ол да дезинформация. Яғни информациядан жаңағыдай шектеулі болу ғой. Мағлұмат жоқ деген сөз. Солай түсінемін. Дезинформация терминін сіз қалай түсінесіз? Вот қазір мен саған бірден көрсетсем, осы сен айтып бере аласың, это дезинформация, правильно? Маған бүгін келді. 33 дегеннен. Уважаемый абонент, у вас заканчивается баланс. Вы можете получить до 2000 тенге по услуге экстра баланс. Сроком на 5 дней. Звездочка, там, она, бля-бля-бля. Экстра баланс стоимости услуги будут списаны суммы последующего дополнения. Он неге келет, мен буквально каждый месяц 10-го загружаю, а много келіп тұрмаған 33. Есть полезная информация, например, Народный банктан көп полезно келеді, актив центрдан көп полезно келеді. Маған ұнайды олар. А вот такие странные номера, ну не знаю. Сіздің пікіріңізше дезинформация дегеніміз? Да, мен түсінбейтін сұрақтар, солар телефонға келеді. Вот мен пікірім сол. YouTube арнасында, честное слово, YouTube-та маған много лишнего. Очень много лишнего, которое и неинтересно смотреть. Очень YouTube-та много лишнего. А қазір YouTube Go шыққан. Мен соған фильмі скачиваю. Или такие новости, которые мен қарағым келеді, это бізде Алматыда болатқан жаңалықтар. Скачиваю, смотрю. Маған ұнайды. Дезинформация термині дегеніміз не? Дезинформация, яғни информация ақпаратқа қол жетімсіздік, яғни қол жеткізбеу, білмеу деген сөз ақпаратты уақытында. Сіз жиі өмірде қолданасыз ба сол? Дезинформация ма жоқ? Жоқ. Дезинформация термині сіздің ойыңызша қандай мағынаны білдіреді? Мәліметке қарсы, информацияға қарсы дегенді түсінемін. Қарапайым өмірде оны қолданбайсыз, иә? Естімегенсіз. Дезинформация дегеніміз дұрыс емес ақпарат. Вот сол ғой. Қарапайым өмірде жиі кездесе ме сізде дәл сондай дезинформация? Дезинформация деген қазіргі социальный сеть дейміз ғой. Сол жерде көп дезинформация бар. Сол дұрыс нәрсені бұрыс қылып бере салады ақпарат. Вот сол дезинформация дейді. Дезинформация әдейі таратылатын жалған ақпарат. Азаматтар дезинформация терминін әртүрлі түсінеді екен. Енді сіз де бұл терминнің мағынасын біледі деген ойдамыз. Медиа сауатты болайық, келесі кездескенше сау болыңыздар.